Қайырлы күн. Бүгін үй жағдайында пельмен жасаймыз. Ол үшін құрғақ ыдысымызды алып, есіктің үстіне қойып, ұнымызды өлшеп салып аламыз. Өлшемдерін описанияда қалдырамын. Достар, сол жерден қарап, кіріп жасап көріңіздер. Міндетті түрде келесі басқа ыдысты алып, тоже суымызды өлшеп құйып аламыз. Оның үстіне дәміне қарай тұз салып, жақсылап араластырып ерітіп аламыз. Су міндетті түрде салқын су болуы керек, қыздар. Енді ұнымыздың үстіне 2 ас қасық сұйық май құямыз. Оның үстіне жұмыртқамызды саламыз. Мен 2 жұмыртқа салдым. Енді тұз араласқан суымызды үстіне құйып, қолымыздың көмегімен жақсылап қамыр илеп шығамыз. Қорықпай илей беріңіздер, бір жасағаннан шығады. Мөлшерлерін дұрыс есептеп қоссаңыздар болды. Бірінші осылай табанның ішіне біріккенше қолмен илейміз. Осылай біріккеннен кейін үстелдің үстіне алып, тағы да қамырдың иі қанғанша жақсылап илейміз. Иі қанған қамырмен жұмыс жасау оңай болады. Енді қамырымызды шетке қойып, бөлек ыдысқа пиязымызды үккіштен өткізіп аламыз. Егер сіздерде блендер болса, блендермен езіп алсаңыздар болады, қыздар. Енді пияздың үстіне фаршымызды саламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Және бұрыш саламыз. Енді тағы барлығын жақсылап араластырып аламыз. Фаршымыз араластырып болдық. Енді шетке қойып, қамырымызды жаямыз. Бұл жерде мен қыздар қамырдың толық жайылуын көрсетпеймін. Келген қыз біледі деп ойлаймын қамыр жаюды. Енді бірақ осылай видеода көрсеткендей бірінші жасап алсаңыздар, онда тез әрі оңай жайылатын болады. Бұл қамыр езілмейді, қыздар. Езіліп морозильникте сақтасаңыздар да болады. Мен осылай жайып алдым. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес, средний қылып жайдым. Енді осындай стаканның көмегімен формочкалар кесіп шығамын, дөңгелектеп. Кесіп алдық. Енді фаршымызды салып, формочкаларымызға түйіп, досканың үстіне қоя береміз. Қыздар қажетін ғана қайнатып пісіріп алып, артық болғанын морозильникке салып сақтасаңыздар болады. Қанша уақыт тұрса да езілмей күшті болып піседі. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Рецептің ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да басқа пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.